Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ірімшік қосылған дәмі өте керемет болып шығатын печенье дайындаймыз. Және де достар, алдыңғы уақытта жаңа видео рецептерді өткізіп алмау үшін менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ал біздің печеньемізге үй температурасындағы сары майға холдың ірімшігін, қант, шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде блендер болса, блендермен езіп, жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Оның үстіне ұн, қопсытқыш шалып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл печеньенің қамыры өте нәзік, әрі жұмсақ болуы тиіс. Сондықтан да қамырды илегенде достар, қатты күш салып илеудің қажеті жоқ. Ең соңында осындай жұмсақ қамыр дайын болады, оны 10-15 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Ал сол 10 минут аралығында салмамызды дайындаймыз. Блендерда ұсақталған грек жаңғағының үстіне қант салып, жақсылап араластырып салмамызды дайындап қоямыз. Ал енді қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырымыздың қалыңдығы 7-8 мм болуы қажет. Қамырымызды жайып болған соң, үстіне салмамызды салып, рулет тәріздес етіп орап бастаймыз. Қамырымызды толықтай орап болған соң, оны 3 бұрыштап, видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Дайын болған печеньемізді қалыпқа салып, үстіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Алдын ала 180 градусқа дейін қыздырылған пеште 30-35 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған Орынбасар.